Сәлеметсіңдер мен балалар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы күн мен түн неліктен ауысады? Сабағымызды бастамастан бұрын шаттық шеңберіне тұрып, мына бір өлең жолдарын бірге айтайық. Қуанамын мен де, қуанасың сен де, қуанайық достарым, арайлап атқан күнге. Бүгінгі сабақта сен тәулік ұғымымен танысасың, және неге күндіз жарық, ал түнде қараңғы болатынын білесің. Берілген тірек сөздерге назар аударайық. Ось және тәулік. Ось ойша алынған, жер шар айнала қозғалатын сызық, ал тәулік дегеніміз жердің өз осінен бір айналып шығуына кететін уақыт. Тәулікте 24 сағат бар. Глобус жер шарының моделі. Глобустың дәл ортасымен көлбеу білік өтеді. Бұл білік жердің айналу осі деп аталатын ойша жүргізілген сызықты көрсетеді. Ғаламшарымыз үнемі сол сызықты айнала қозғалады. Егер солтүстік полюстен қараса, ғаламшарымыз сағат тіліне қарсы батыстан шығысқа қарай айналады. Бір қызығы, полюстерге жақын болған сайын айналу жылдамдығы кеми түседі. Жер өз осінен айналған кезде күнге біресе бір жағымен, біресе екінші жағымен бұрылып отырады. Жарық түскен бөлігінде күндіз болады, қарама-қарсы жақта түн болады. Жер айналады да түн күнмен алмасады. Жылына 2 рет, яғни 21 наурыз бен 22 қыркүйек күндері күн мен түннің ұзақтығы 12 сағат болып теңеседі. Бұл күндер көктемгі және күзгі күн мен түннің теңелу күндері деп аталады. Жылдың ең ұзақ күні 22 маусым, ал ең ұзақ түні 22 желтоқсан. Балалар, Негеш пен Эврика неліктен күн мен түн алмасатыны зерттепті. Соған байланысты бейнероликке назар аударайық. Түн мен күн. Біз күннің таңда шығыстан шығып, аспанда жарқырап, одан батысқа қарай батып, ай шығып, түнмен жалғасқанын күн сайын бақылаймыз. Неге күн мен түн үнемі алмасып отырады? Ал анықтап көрейік. Негізінен күн қозғалмайды. Ол біздің жер планетамыз өз өсімен тоқтаусыз айналуда. Және біз оны сезбейміз, ол біркелкі айналуда. Сонымен бірге жер күнді 365 күнде, яғни бір жылда айналып шығады. Ал өз өсінен 24 сағатта, яғни дәл бір тәулікте айналады. Күн жарығы, шам жарығы секілді жер планетамызға тек бір жағынан ғана түседі. Күннің сәулелері түсіп тұрған жағында күндізгі уақыт, ал күннің түспей тұрған жердің қарама-қарсы жағында түн болады. Ал біз білгендей жердің өз өсімен айналуына байланысты жер күнге біресе бір жағын, біресе екінші жағын аударып тұрады. Дәл сол себептен күн мен түн алмасып тұрады. Мысал қарастырайық. Сен Евразия материгінде тұрасың, ал сенің досың Маржан солтүстік Америкада, яғни саған қарама-қарсы жер бетінде тұрады. Қазір сен жердің күн жарығы түсіп тұрған жағында тұрасың. Бұл дегеніміз, саған қазір күндізгі уақыт. Сен аспанда күнді көріп, далада доп теуіп, сабағыңа барып, немесе достарыңмен ойнап жүрсің. Ал сенің досың Маржан дәл осы уақытта күнді көре алмайды. Ол жақта түн. Ол ұйықтап, бәлкім тәтті түс көріп жатыр. Өте қызықты жайт. Сенде қазір күндіз, ал сенің досыңда түн. Ал шамамен 12 сағаттан кейін жер қайта қарама-қарсы тұсқа бұрылады. Сол кезде сенің досыңда күндізгі уақыт болады, яғни ол аспанда күнді тамашалап, өзінің күндізгі шаруаларымен айналысады. Ал керісінше, сенде бұл мезетте түн болып, тәтті ұйқыға батасың. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларына рахмет.